Бүгінгі видео сабақта дәл осындай алжапқыш, яғни фартук тігіп үйренетін боламыз. Бір жанында қалтасы бар, барлық тігістері өте аккуратны, тіпті астарына дейін қараңыздар, барлық жағы әдемі болатын алжапқыш тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін ең бірінші мен өзіме лекала жасап алдым, сіздерге түсіндіруге оңай болу үшін. Мына ұзындық қараңыздар 72 сантиметрге тең, мына жағы 35 сантиметрге тең, мына жер 50 сантиметрге тең ұзындық. Бұл қысқа болмасын деп етегіне тағы қостым. Енді міне жоғарғы жағы мына жер 22 сантиметрге тең, мына жері 12 сантиметрге тең. Нараны доға етіп жасаған болатынмын. Тура осындай етіп сіздер де өздеріңізге лекала жасасаңыздар болады, немесе бірден матаның бетінен пішіп алсаңыздар да бола береді. Енді мынаның беткі жақ бетіне, яғни астарына аккуратны болу үшін арнайы осындай астарды кесіп алдым. Қазір оның барлығын қалай жасаймыз түсіндіріп беретін боламын. Міне қараңыздар, дәл осы лекаланы матаның бетіне қойып, матаны екіге бүктеп пішіп аламыз. Етек жағына қайыруға ұзындық қалдырдым. Егер ұзындық қысқа десеңіз, етегіне қарай тағы да ұзындық қоссаңыз болады. Жоқ, ұзын десеңіз, одан да қысқартуға болады. Міне жанын айналдыра барлық жағын осы лекаламен енді бірдей етіп кесіп аламыз. Міне алдыңғы бөлігін осылай кесіп, бір бөлігін алып қойдық. Енді астар бетіне осы кішкене детальді пішеміз. Қараңыздар, егер ортасын тұтас қылатын болсаңыздар, осылай істеуге болады. Ал мен осылайынан пішіп алдым. Ортасына бір тігіс түсті. Есесіне мата эконом болады. Ал былай жасаған кезде қараңыздар, мата көбірек кетіп қалады. Мына ортадағы кусоктар босқа қалып кетеді. Сондықтан кусок қалмас үшін, матаны экономдау үшін мен осылайынан айналдырып піштім. Міне осылай қойып алып, айналдыра қырқып шықтым. Міне алдыңғы бөлікпен астарын кесіп алдық. Ашқан кезде қараңыздар қалай болатын. Міне осылай болып көрінеді. Енді толықтай түсіндіріп кетейін, тағы да бір түсінікті болу үшін бізге жалпы осындай детальдар көріп тұрғандарыңыздай керек болады. Міне мына ең бірінші тұрған бізде ол алды, жаңа түсіндіріп кеттім оны. Енді мына баудың ұзындығын түсіндірейін. Міне мына жерде баудың ені бізде екеуініңкі де 7 сантиметрге тең. Ал мынау ұзындығы қараңыздар 50 плюс 14 сантиметр, яғни 64 сантиметрге тең. Бұның ұзындығын одан да ұзын етіп алсаңыздар болады. Бұл бір байлағанға нормально. Ал екіншісінің ұзындығы 50 сантиметрге тең. Міне мына жерге қойылатын деталь бар ғой, астарына тігілетін. Жоғарғы жағы айналдыра өзіне қалып есептелінеді. Ал мынау жерде қалтасы. Қалтаны ені 10 сантиметрге тең. Мына жер бұл бізде қалтаның жоғарғы жағындағы кішкене оттенок беріп тұратын жері. Ал мынау айналдыра квадрат 20-да 20. Мына ұзындығы да 20 болып есептелінеді. Тіккен кезде міне қараңыздар, осылай болып тұрады. Міне осылай түседі. Бұны жасасаңыз да болады, жасамасаңыз да бола береді. Міне жалпы біздегі фартук пішуге қажетті детальдардың барлығы осы. Барлығын жинап қойдық. Енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Ең бірінші осы бауларын екі бүктеп тігіп аламыз. Осы айналдыра 0,5 сантиметрмен до конца соңына дейін тігіп шығамыз. Бірдей етіп екіге бүктеп алдық. Айналдыра 0,5 етіп тігіп шығамыз.
міне осы жағында соңына дейін осылай тігіп аламыз. Міне соңына келгенде аударатын жерін осылай қалдыра саламыз. Енді барлығын дәл осылай тігіп шығамыз. 4 бауды да, жоғарыдағы 2, жанындағы 2 бауды да осылай айналдыра тігіп шығамыз. Содан кейін міндетті түрде бауды оң бетіне аударып, айналдыра үтіктеп аламыз. Енді қалтасында тігіп алайық. Қалтаның жоғарғы жағын осы қызыл матамен әдемілік үшін жасадық қой. Енді осыны 2-ге бүктеп 1 сантиметр ара қашықтықта тігіп шығамыз. Міне осылай қойып алып 1 сантиметр ара қашықтықтан тігіп шығамыз. Осы қалтаның тіккен жерін зигзагпен немесе оверлокпен міндетті түрде өңдейміз, себебі бұл мата кішкене сетінегіш болып келеді. Енді құрастырған детальдардың барлығын, бауларын, қалтасын барлығын осы негізгі матаға орналастырамыз. Міне фартуктың шет-шетін барлығын айналдыра үтіктеп алдым. Осылай қазір тіккен кезде бізге оңай болу үшін айналдыра үтіктеп алдым. Сіздер де осылай жасап үтіктесеңіздер болады. Бауларды да осылай үтіктеп алдым. Енді жоғарғы жағына біз қысқа бауды жібереміз, ал жанына ұзын бауды жібереміз. Тігістерін 2 жан шетіне келтіріп, инеменен қыстырып аламыз. Сонда біздің бауларымыз сырғып кетпейді. Міне осылайынан. Енді мына астар жақ бетін ортасын тігіп, оверлоктап, астың жағын толық оверлок жасап алдым. Сіз оверлоктасаңыз болады, немесе бейкамен өңдеп шықсаңыз да болады. 1 сантиметр ара қашықтықтан толық айналдыра тігіп шығамыз, немесе 0,5 сантиметр ара қашықтықтан тіксеңіз де болады. 2 жақ бетіне міндетті түрде закрепка береміз. Именно бау тұрған жерге закрепка береміз. Себебі бау мықты ұстап тұру үшін қажет болады. Міне, ашқан кезде бауымыз осылай болып шығады. Енді жан тігісін айналдыра тігіп шығамыз. Осыны айналдырып тігіп шыққан кезде екінші жақ бетіне, ішкі жақ бетіне бауды салып жібереміз. Қазір оны видео барысында түсіндіретін боламын. Міне осы жерге. Бұл жағында 0,5 немесе 1 сантиметр ара қашықтықтан айналдырып тігеміз. Мен 0,5 сантиметр ара қашықтықтан айналдырып тігіп жатырмын. Міне соңына дейін осылай тігіп аламыз. Бауды ішкі жақ бетіне осылай қалдырып кетеміз. Тура үтіктеген жан тұратын сызық бар ғой, сол сызыққа дейін тігісті алып келеміз. Себебі осы жерден ішке қарай бізге қайырылып кетуі қажет. Міне осы жерге бауға закрепка береміз міндетті түрде. Енді мына жердегі артық маталарды кесіп алып тастаймыз. Бетіндегі астар бөлігін осылай кесіп алып тастадық, ал мынау астыңғы бөлікті шамалы астарға жеткізбей кестік. Енді оң бетіне аударғанда қалай болады? Қазір көрсететін боламыз сіздерге. Екінші жақ бетінде дәл осылай етіп тігіп аламыз. Міне мына шеті тұр ғой. Тура осы шетке жан тігісіне келтіріп, осы жерді
инемен қыстырылды ғой, сол жерге дейін тігіп шығамыз. Уже екінші рет көрсеткен кезде түсінікті болды деп ойлаймын, иә. Егер фартук тігу барысында түсінбеген сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Ал егер нәтижелеріңіз болып жатса, астына мен инстаграм сілтемесін қалдырам. Инстаграмға фото-отчет жіберсеңіздер болады. Фото-отчет жіберген хандарға міндетті түрде менен сыйлыққа арнайы тағы да бір сабақ беріледі. Соңына дейін осылай 0,5 см ара қашықтықта тігіп шығамыз. Артық жетінің барлығын кесіп алып тастаймыз. Дәл жеңілдегендей фартуктың жанындағы қалған астат маталарды кесіп тастаймыз. Мына жерді кішкене жеткізбейміз. Енді оң бетіне аударайық. Көрдіңіздер ме, кішкене жетпей тұр. Ол не үшін дегенде, оң бетіне аударған кезде бізде ол астардың бетінде қалып қалуы қажет. Сол үшін қазір осы жерді айналдыра бастырып шығамыз. Мына бұрышты жасаған кезде бұны осылай тігіп кетуге болады, немесе қазір мен көрсеткен әдіспен жасасаңыздар да болады. Бұрышы аккуратны болып шығу үшін дәл осы жерге белгі қоямыз, астыңғы жақ бетіне. Өйткені үш бұрыштың аяқталатын жері осы жер. Енді мынау жинақталып жабылып тұрған жерге тағы да белгі қойып қоямыз. Осы екі белгіні бір-біріне оң бетін беттестіріп бүктейміз. Жоғарғы жақта үшбұрыштың аяқталатын жеріне осы жерге перпендикуляр сызық сызамыз. Сол перпендикуляр сызық бойынша тігіп аламыз. Міне осы жердегі перпендикуляр сызық бойынша тіке сызық тігіп аламыз. Енді артық детальдарды кесіп тастаймыз. Аударылған кезде, қазір қараңыздар, кесіп тастайын. Аударылған кезде бұрышы осылай өте аккуратны болып қалады. Біз айналдыра үш бұрыш етіп тігіп кете саламыз. Ал астыңғы жақ бетінен қарағанда өте аккуратны болып шығады. Міне осылай. Бұрышын немесе осылай жасасаңыздар да болады. Ал енді айналдыра тігу жұмыстарына кірсек. Жоғарғы жақ шетін реттеп алғаннан кейін ең жоғарғы жерінен бастап тігісті бастаймыз. Осы қайырылған шетінен 0,1 мм ара қашықтықтан тігіп шығамыз. Мына жерде қараңыздар, беткі жағы кішкене келкеу қалып кетсе, осылай кез келген ине болсын, немесе осындай чепчик болсын көмегімен кішкене бетіне сборка жасап тігіп кетуге болады, ешқандай складка жасамай. Айналдыра осылай тігіп аламыз. Қараңыздар, осылай екі бетін бірдей етіп алып тігуге болады. Міне үш бұрыш шетінде дәл осылай ішкі жақ бетіне қайырып, айналдыра тігіп кетеміз. Соңына дейін осылай тігіп аламыз. Енді қыздар, жақсылап мынау астар жақ бетін үтіктеп аламыз. Алдыменен үтіктеп алғаннан кейін бастырып тігу жұмыстарына кірісеміз. Мен 2,5 см ара қашықтықтан бастырып тігіп жатырмын. Сонда аккуратны болып көрінеді. Мына жердегі сызыққа сәйкестендіріп отырып тігемін. Қараңыздар. Сол кезде айналдыра бір тегіс болып шығады. Міне осы жан тігісін осы жерге сәйкестендіріп отырып асықпай тігеміз. Жоғары жағына келген кезде кәдімгі линейкамен есептеп 2,5 см белгілеп алып, солай тіксеңіздер де болады. Немесе көз мөлшермен 2,5-ды есептеп тіге берсеңіздер де болады. Мына жерде тағы да асып кетпейміз. 2,5 см қалдырып төмен қарай өтеміз. Сол кезде
біздің барлық жақ тігістеріміз бір тегіс аккуратно әдемі болып шығады. Қараңыздар, бауы, мына жерде қалтасын енді өздеріңіз қол салатын жерде белгілеп айналдыра бастырып тігіп шыға саламыз. Кез келген жерге ортасына қойсаңыз да болады, немесе бір жанына қойсаңыз болады. Астыңғы жақ беті міне осылай болып шықты. Астар жақ беті қараңыз, өте аккуратно барлығы, бауы да. Сіз де дәл осы методиканы пайдаланып, өзіңізге дәл осындай әдемі алжапқыш тігіп алсаңыз болады. Кстати, менің пайдаланған матам дактың однотонный матасы және дактың узор түскен матасын пайдаланған болатынмын. Бұл сабақ сізге пайдалы және қайырлы болсын деп тілеймін. Егер өзіңізге алжапқыш тігіп жатсаңыз, міндетті түрде менімен бөлісуді